Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы бүгін сіздерге өте дәмді қатпарлы песочный тестодан дайындалатын самсаның рецептісін ұсынатын боламын. Бұл самса өте дәмді болып шығады, әрі тойымды. Сол себепті видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астына қалдырып кетемін. Мен көрсететін рецепттен шамамен 30-32 тал самса шығады. Ең алдымен електен өткізілген 500 грамм ұнымызға 180 грамм маргаринді теркадан өткіземіз. Маргаринімізді ұнымызға малып өткізген жөн. Маргариніміз мұздатылған болуы қажет, яғни мұздатқыштан ала салып теркадан өткіземіз. Қараңыздар, осындай крошкаға айналуы қажет. Ал енді салқын суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Ал ұнымызға 1 жұмыртқамызды салып қамыр илейтін боламыз. Суымызды біртіндеп құйып тастаймыз. Бірден құйып тастамаймыз. Жақсылап тұрып қамыр илейміз. Шамамен 5 минуттай иледім. Қамырымыз осындай кішкене жабысатындай жұмсақ болып тұруы қажет. Енді осы қамырымызды жарты сағатқа тынығуға тоңазытқышқа жібереміз. Жарты сағатымыз өтті. Қамырымызды жаюға ыңғайлы болуы үшін екіге бөліп аламыз. Столымызға кішігірім крахмал сеуіп аламыз. Бетін жақсылап басамыз. Крахмалдың көмегімен жаятын боламыз. Қалыңдығы 1,5-2 см болатындай жайып алдық. Енді бөлме температурасындағы майды барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығамыз. Енді осы жаймамызды ақырындап рулет құсатып орап тастаймыз. Енді осы қамырымызды мұздатқышқа 1 немесе 2 сағатқа жібереміз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен 300-400 грамм фарш қолданатын боламын, және де 2 пияз, 3 кішігірім картоп. Қараңыздар, менде бұл фарш сиыр етінен, қой етінен болса тіптен керемет. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Картошкамызды кішігірім квадрат қылып тураймыз. Фаршымызға пиязымызды салып, және де 2-3 ас қасық сұйық май қосып, 1 шай қасық тұзбен, кішігірім қара бұрыш. Фаршымыз бен пиязымызды жеке араластырып аламыз. Қолымызбен жақсылап тұрып қысып араластырған жөн. Содан кейін картошкамызды салып, бірге тағы да араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырымызды мұздатқыштан алдық. Толықтай пісуге дайын. Менде шамамен 3-4 сағаттай өтті. Жаятын жерімізге міндетті түрде ұн сеуіп қойыңыздар. Себебі қамыр кішкене жабысқақ болуы мүмкін. Енді рулетімізді бірнеше бөлікке бөлеміз. Негізі қамырымызды мұздатқыштан шығарғаннан кейін 1 сағат тоңазытқышта тұрғаны жөн, немесе жарты сағат бөлме температурасында тұрғаны жөн. Сол кезде жақсы жайылады. Қамырымызды үстіңгі жағынан басып, осылай домалақтап қойып аламыз, дайындап. Енді осы әр өңгеленген қамырымызды жайып аламыз. Енді қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Кішкене қалыңдау болып тұрса да болады. Ішіне салмамызды салып түйетін боламыз. Мен осылай түйемін. Негізі осылай түйу ең ыңғайлысы. Самсамызды түйіп болдық. Бетіне енді міндетті түрде жұмыртқа жағамыз. Өз қалауларыңызша мак немесе кунжут сеуіп қойсаңыздар болады. Мен мак сеуіп қойдым. Енді осы дайын самсамызды духовкаға шамамен 200 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Самсамыз дайын, дәмі тіл үйретін самса болып шықты.
кәдімгі қатпарлы самсадан да дәмі өте ерекше болып шығады. Песочный тестомен жасауға сіздерге кеңес беремін. Осы рецептпен жасасаңыздар, барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма өтіп тіркеліп қойыңыздар. Менің сәтті рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар.